Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын сырникидің рецептімен бөлісемін. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алыңыз. Ол үшін алдымен творогымызды дәл осылай ыдысымызға салып алатын боламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Толық рецепт астына қалдыратын боламын. Каналымды жоғалтып алмай тіркеліп алыңыз. Сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Одан кейін 3 ас қасық қант салдым. Қалауларыңыз бойынша, егер қанттың көп болғанын қаламасаңыздар, 2 ас қасық немесе 1 ас қасық салсаңыздар болады. Одан кейін 2 ас қасық ұн салдым. Барлығын жақсылап шанышқының көмегімен езіп шығатын боламыз. Соңында маған ыңғайсыз болып кетті. Сол себептен қолмен барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді ұнымызды жерге осылай сеуіп алдым. Сырниктарымызды қолдың көмегімен алып, жақсылап осылай орналастырып, кружкамен дәл осылай формасын әдемі етіп келтірдім. Өз қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Енді қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, барлығын жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін сырниктарымызды пісіріп бастаймыз. Өте тез піседі. Бірінші беті қызарғанда, екінші бетін аударып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай сырникиларымыздың беті қызарып, дәл осындай болып 1-2 минутта пісіп шықты. Енді келесі бетін аударып, осылай екінші бетінде жақсылап пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай барлық сырникиларымды пісіріп алдым. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Дәл осы рецептпен жазсаңыздар, бір жасағаннан шығатын өте жақсы рецепт. Сондықтан да каналымды жоғалтып алмай, сақтап алуды ұмытпаңыздар және жазылып алуды да ұмытпаңыздар. Егер сізге видео пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерден қолдау күтемін. Алдағы уақытта тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сау болыңыздар.